Сол кісі сүндетке отырғызатын болып хирургический неге алып бардық. Сол кезде жаңағы ораз аға шығып маған айтты, Қанат, мына балаға сүндет жасаймыз ба, жоқ паховый грыжасын операция жасайық па? Мына болмайды ғой. Ол ғой мына балаға паховый операция жасау керек деп сөйтті. Сосын мен айттым, аға, сүндет жасасаңыз, енді сүндет деп келгеннен кейін. Соң сүндет жазылған соң, соң паховый грыжаға операция жасаймыз, жасармыз деп сөйттім. А бала тыңдап жатып көзі бақырайып. 5 жасар бала сүндетте. Соны мен жарайды деді да, айтып өтпейіп, соны сүндет деп тастады. Бірақ бала операция жасайтынын түсінді. Бір қызық сол кезде. Біз алдында сенатымыз енді. Құдай Исаның атынан сұраймыз, осы паховый грыжасы сауығып кетсінші. Мәсіхшілердің әдеті сол. Чөтішті бірдеңе болса, ой, Исаның атымен жазылып кетсінші.